2025 жылы халық алдындағы әлеуметтік міндеттемелерді орындау үшін 6 триллион теңге қарастырылды. Ол көмек алушылар саны шамамен 5 миллион адам. Сонымен бірге Қазақстанда зейнетақы мен жәрдемақы мөлшері өсті. Бұл қолдаулар демографиялық өсімі жоғары Түркістан облысының тұрғындарына да оң әсерін тигізеді. Өңірде мемлекеттік міндеттемелерді орындау, әлеуметтік қолдау көрсету бағытында жүйелі жұмыс атқарылуда. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсен Тәжбаевтың айтуынша халықты әлеуметтік қамсыздандыру саласында тиісті шаралар қолға алынған. Әсіресе жұмыспен қамтуға басымдық берілген. 125 мың адамды жұмыспен қамтуды көздеп отырмыз. Оның ішінде 50 мың жұмыс орны тұрақты болу керек. Мемлекет тиісті қолдау арқылы бұл салаға қазірге 32 миллиард теңге біз 2025-ке жоспарлап отырмыз. Осы жұмыс өз деңгейінде толық атқарылса, өңірдегі жұмыстық деңгейін біз 4-8%-ға түсіре аламыз. Бұл осы салада енді жеңілдетілген гранттар, субсидиялардың жұмыс орындары және қоғамдық негіздегі жұмыс орындары, жастар практикасы сынды мемлекет тарапынан осыны қаржылай қолдау білдірілетін жұмыс орындарын ашу көзделген. Осы бағыттағы жұмыстарды біз ағымдағы жылы белсенді түрде жүргізетін боламыз. 2025 жылға өңірлік жұмыспен қамту картасы аясында 125 мыңнан астам жұмыс орнын ашу жоспарланды. Оның ішінде жобамен 40% тұрақты жұмыс орындары болады деп күтіліп отыр. Еңбек бақыты бойынша 2025 жылға 32 миллиард теңге қарастырылған. Атқарылатын жұмыстардың нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 4,8% құрайды. Аз қамтылған азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету жұмыстары жалғасады. 2024 жылы 15,8 мың отбасыға 6854,2 миллион теңгеге атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. 2023 жылмен салыстырғанда аз қамтылған азаматтардың саны 63 мың адамға немесе 60,1%-ға азайды, ал кедейлік деңгейі 3%-ға төмендеді. 2025 жылы 76,2 мың адамды атаулы әлеуметтік көмекпен қамтамасыз етуге бюджеттен 10,6 миллиард теңге бөлінді. Аз қамтылған азаматтардың санын 2024 жылмен салыстырғанда 20%-ға және кедейлік деңгейін 3,5%-ға төмендету жоспарлануда. Түркістан облысында 99.800 мүгедектігі бар адам есепте тұр. Ол республикадағы мүгедектігі бар адамдардың 14%-ын құрайды. 2024 жылы облыста мүгедектігі бар азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету үшін барлық деңгейдегі бюджеттер есебінен 17,1 миллиард теңге бөлінген. Қаралған қаржылар есебінен 67 мыңға жуық техникалық оңалту құралдары мен қызметтер ұсынылды. Бұл мақсатта 2025 жылы 13 миллиард теңгеге қаржы қарастыру жоспарланып, қажеттілікті толығымен орындау күтілуде. Түркістан облысында 220 мыңға жуық зейнеткер тұрады. Жыл сайын 8 мыңдай зейнеткер сауықтыру орындарында демалыспен қамтылады. Жұмайым Абызбай, Жантөре Болсмұрат, АРТ ТВ жаңалықтары.